өткенді саралайтын, бүгінді бағалайтын, тіршілік тынысына бей-жай қарамайтын тыңдарман үшін. Эфирде уақыт мінбері хабары. Армысыздар, қадірлі тыңдарман, жақсы күннің жақсылығы мол болсын. Назарларыңызда уақыт мінбері хабары, микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы. Әрбір адам өмірге келіп, оң солын танып, есейген соң жүрегінің жартысын тауып, шаңырақ көтеріп, ұрпақ өсіргісі келеді. Ал бала отбасы бақыты. Үйлену оңай, үй болу қиын. Отбасы болған соң түрлі жағдайды басыңнан өткөресің. Соның бірі бала сүю бақытының кешеуілдеуі. Бүгінде 2017 жылғы есеп бойынша елімізде 14 мың әйел бедеу болса, 1 мыңнан астам еркек белсіз ретінде диспансерлік есепте тұр екен. Жалпы республика бойынша 20 мың жұп бедеуліктен зардап шексе, олардың 8 мыңнан астамы денеден тыс ұрықтандыру әдісіне мұқтаж екен. Жыл өткен сайын бұл көрсеткіш әрине төмендеген жоқ, керісінше өсіп келеді. Қазір медицина дамыған, табиғи жолмен бала болмаған жағдайда денеден тыс ұрықтандыру әдісімен жыл өткен сайын әлемде жасанды жолмен дүниеге келген сәбилердің саны 7 миллионнан асты. Ал Қазақстанда туған балалардың саны бүгінде 16 мыңға жетті. Елімізде алғаш осындай жаңалық пайда болғанда үрке қарағандар, қолдамағандар болды. Бірақ жылдар жемісі бұл саланы да көпке мойындатты. Жалпы бедеулік пен белсіздік тек бір отбасының ғана емес, күллі қоғамның қасіреті. Осы орайда 2020 жылы Қазақстан халқына жолдауын жария еткен Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2021 жылдан елімізде аңсаған сәби арнаулы бағдарламасын іске қосуды тапсырды. Осы орайда эко бағдарламасымен квотаны 7 мыңға дейін, яғни 7 есе көбейту міндетін қойды. Көптің көңілін қуантқан бұл бағдарлама бүгінде ойдағыдай жүзеге асып жатыр. Бұл туралы Иірім репродуктивті медициналық институтының репродуктолог маманы Касетова Аяулым Берікболқызы айтып берсін. Қазіргі таңда енді эко саласы өте қарқынды дамып келе жатыр. Осы Қазақстан елімізде де бұрын енді шетелдік медицинаны ғана айтатын еді ғой. Бірақ қазіргі таңда біздің Қазақстандағы осы эко саласы өте жақсы дамып келе жатыр. Біздің Иірім клиникамыз, яғни репродуктивті институтымыз 35 шет елдерден емделушілерді қабылдап жатамыз. 27 жылда 16 миллионнан астам сәби дүниеге келіп отыр. Бұл деген өте жақсы көрсеткіш. Яғни көптеген жанұя сәбилі болып отыр ғой. Ең жақсы әрі тиімді әдістерінің бірі бедеулікті, яғни емдеудің бір тәсілі десек болады. Себебі көбінесе емдеушілеріміз келген кезде алдымызға ем тағайындамайсыз ба дейді. Енді бедеуліктің емінің ең бір тиімді емі осы эко ғой десек, соны кейде қабылдамай жатады. Дәрі бермейсіз бе, басқа жолы жоқ па деп те айтады. Енді жылдар бойы 10 жыл, 15, 20 жыл бедеулікпен келген кезде енді экодан басқа қандай тиімді ем болуы мүмкін. Енді табиғи жолмен өздері ақ көрді. Уақыт созып алды, жастарда кеп қалған қыз-келіншектерімізде келіп жатады, 40-тан асқан, 50-де, 52 жаста да мысалы бүгінде келіп жатыр. Тура сол сияқты енді бұл жағдайда ең бірінші мақсаты сол сәбилі болу ғой. Эко болсын, экосыз болсын, табиғи әйтеу осы мақсатқа жету, нәтижесіне жету ғой әрбір адамның. Соңында бөпелі болу, құшағына сәбиін алу деген. Өзіміздің қол ұшымызды беріп, дұрыстап емдік тәсілдерді, шараларды соларға ұсынған кезде әрине құлшынысы артып, пациенттеріміздің өздері ынтасын беріп жатса, әрі қарай мақсатына жетем десе, ол мақсатқа бірге жетеміз міндетті түрде. Оған үміттерін үзбей келу керек. Әсіресе қазіргі таңда енді президентіміздің қолдауы бар. Былтырдан бері 7 мың квота беріп жатыр. 2021 жылы 7 мың болатын болса, биыл да 2022 жылға 7 мың квота бөлініп отыр. Бедеуліктің әртүрлі факторлары бойынша беріп жатыр. Бұрын 2021 жылға дейін 1000 квота берілсе, екі-ақ диагнозбен берілетін түтіктік және әйелдер және ерлер бедеулі. Қазір енді ол кеңінен тарады бізде. Яғни бедеуліктің диагнозының барлық түріне беріледі десек те болады. Себебі түтіктік, эндокриндік, идиопатиялық, белгісіз генезді бедеулік, ерлер бедеулігінде қосып отыр. Жалғыз басты қыз-келіншектерімізде үміткер болып отыр. Ол деген өте үлкен көмек, өздерінің қаражаты жоқ, жағдайы жоқ біздің пациенттерімізге, мысалы өте көмек қой. Миллионға дейін тұрады эконың бағасы. Ол үкімет миллион теңгені мысалы өздері
құртпай не істеді, оны эко деген еміне соны төлеп береді. Пациентімізге ол тегін эко ұрықтандыру, өзінің тасымалдауы жатырға подсадкасы дейміз, дәрілері кіреді. Одан поликлиникасына барса да, емханасында тегін анализдерді өткізе алады. Сондай үлкен көмек, себебі бұндай көмекті барлық шетелде көрсете бермейді. Бағасы өте қымбат, мысалы 5 есе, 7 есе, 10 есе қымбат ақылы түрде жасайым десеңіз де. Сондықтан ерлер бедеулігін бұрын қоспаған жағдайда биыл қосып отыр, квотаға үміткер болып отыр. Міне квота көбейді 7000. Бір жағы қуаныш, кезекте ұзақ тұрмай уақытында ем аласың, ал бір жағынан өкініш, себебі сәби сүйе алмайтын жандар жыл өткен сайын көбейіп жатыр. Ал біз ер азаматтардың бедеулігіне квота беріле ме деген сұрақты уролог-андролог Қартанбаев Ерік Қайыпбергенұлына қойған едік. Бедеулікті жалпы алып қарасақ, ер азаматтан, әйел азаматтан деп білуге мен ойымша болмайды. Жанұя болғаннан кейін екі азаматтар да бірге қаралу керек негізі, басынан бастап. Қазіргі таңда біз енді осы эконың ішіндегі андрология саласы болғаннан кейін тек осы ер азаматтарымыздың бедеулігімен айналысқаннан кейін бізде қазір бедеуліктің себебі де көбейіп кетті. Өте көп. Және де осы қазіргі таңда жанұядағы бедеуліктің 50% ер азаматтардан деп айтуға да болады. Соның ішінде егер бедеулікке біз тікелей қарайтын болсақ, себептер өте көп. Ол біріншіден жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар болуы мүмкін, және де қабыну процестері болуы мүмкін. Енді ер азаматтарымыз жұмыс дегеннен кейін суықта да жүреді, ыстықта да жүреді, әр кезде әрқалай болады. Үшіншіден ол варикоцеле, қазіргі таңда көп кездесетін ома ағзаларының тамырларын кеңейіп кетуі. Төртіншіден қабыну процестерінен болған ұрық шығу жолдарының бітеліп қалуы. Сол кезде бізде ер азаматтар үшін үлкен қасірет дейді, азоспермия диагнозы қойылады. Енді оны тереңірек тексеру барысында азоспермияның өзін бөлеміз. Туа пайда болған, жүре пайда болған, генетикалық, эндокриндік сөйтіп бөлінеді. Қазіргі таңда осы экоға квота бөлу кезінде азоспермияның ішіндегі ұрық шығу түтігінің бітелуі диагнозы бізде квота алуға мүмкіншілік беріп жатыр. Мемлекетіміздің тарапынан өте жақсы көмек беріліп жатыр біздің халқымызға. Бұл енді бірінші мақсат демографиялық көтеру себеп болып тұр. Екіншіден эконың өзінің жаңағы қаражат өте қымбат, өйткені бүкіл материалдар шетелден алынады, Европадан алынады. Қазіргі біздің таңдағы эко мәселесі шетелдіктерден еш қалыспайды. Андрология саласы болсын, эмбриология саласы болсын, және репродуктология саласы болсын, шетелдіктен еш қалыспаймыз. Андрологияның ішінде біз енді өз маман бойынша айтып кетейін, операцияның барлығын операционный микроскоп арқылы, германиялық аппарат, сол микроскоп арқылы жасалынады. Бүкіл ұрық шығу түтігін бітеліп қалғандарды қалпына келтіру операциясы микроскопиялық жолмен, және де ұрықты алу, ұрықты іздеу, аталық безден, қосалқы безден іздеу, барлығы осы варикоцелленің өзін біз өзіміздің көмекшіміз деп айтып қоямыз, оны операциондық микроскоп арқылы жасалынады. Осы тарапта айтқым келгені, бізде ер азаматтарымыз тексерілу кезінде ерлі зайыптылар арасында енді бір жылдың ішінде бала көтермесе бедеулік деген диагноз қоямыз ғой. Сол кезде екі ер азаматта, әйел азаматта бірге барып тексерілсе, осы мәселені біз уақыт өткізбей жылдам көмектесер едік. Ер азаматтарға айтқым келгені, ұялмаңыздар, әрқашан дәрігермен дос болу керек, тексеріліп тұру керек, профилактика мақсат болсын. Профилактика мақсатта үйленердің алдында оны бір тексерген дұрыс. Арыстандай айбатты ер азаматтарымыздың мұндай дертке шалдығуы оңай емес, бірақ басыңа түссе көнесің, ұрпақ керек болса жеңесің. Аңсаған сәби бағдарламасының нәтижесі, жемісі қандай? Оны кейіпкерлерімізден естісек. Мен Бексенбекова Дана, жасым 37 жаста. Алматы қаласының тұрғынымын. 2019 жылдан бастап Алматы қаласының 3-ші поликлиникасынан эко жасатуға кезекке тұрған болатынмын. Алланың қалауымен биыл кезегім келіп, Қасиетова Аяулым Берікболқызының алтын қолымен мен арманыма қол жеткіздім. Менің қазіргі таңда аяғым ауыр. Мен Аяулым Берікболқызына өте ризамын. Аяулым Берікболқызы маған ана болу бақытын сыйлады. Менің Аяулым Берікболқызына алғысым өте шексіз. Ерейімді жұмыс жасайтын дәрігерлер, әр қаладан үміттеніп келген бикештерге кеңестерін айтып,
қалай жүкті болу жолдарын үйретіп, ана болу бақытын сыйлайды. Армансыз адам болмайды. Армандар әркез орындалады. Оған тек сену керек. Сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосының тыңдаушылары. Менің есімім Өмірбекова Дана Сапарғалиқызы. Мен 20-шы жылы осы эко бағдарламасы арқылы, аңсаған сәби бағдарламасы арқылы экомен дүниеге қазан айында ол баланы дүниеге алып келдім. Тұрмысқа шыққаныма 9 жыл болған. 9 жылда бармаған жеріміз, барлық операцияны да жасаттық, былайша айтқанда барлық емді қолданып көрдік, нәтижесіз болды. Осы очередьке тұрып, 3 жыл бойы очередьте тұрдық, очередьіміз жылжымады. Осы Қасым-Жомарт Кемелұлының бағдарламасы, аңсаған сәби бағдарламасы бойынша кезегіміз келіп, осы Қазақстанда бірінші эко бағдарламасы арқылы, аңсаған сәби бағдарламасы арқылы дүниеге ол баланы алып келдім. Ең бірінші Аллаға шүкір. Екіншіден осы ИРМ эко клиникасында Аяулым Берікболовна деген кісі, сол кісінің арқасында балалы болып отырмыз. Мыңда бір рахметімізді айтамыз. Аллаға мың шүкір. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәр өтет, дәуірлер, замандар да. Менің жаным ашиды мұны өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Мұқағали Мақатаев. Эко бұл сөзді естігенде алғашқыда түрлі қауесеттер мен теріс пікірдегі әңгімелерді естігеніміз рас, ал қазір бұл көзқарас өзгерді бе? Бұл туралы репродуктолог дәрігер Аяулым Қасетовадан естісек. Қазіргі таңда кейбіреулер оны менсінбейді, немесе басқаша түсінеді, оны емге де жатқызбайды. Мысалы, сіздер экодан басқа ем білмейсіздер ма деп те айтып жатқандар болады. Бірақ бұл ең тиімді әдіс болғаннан кейін тез жүкті болуға емі нәтижесі 50-60-70%-ға дейін нәтиже көрсеткендіктен, әрине бұл үлкен жеңіс. Соңында жаңа айтып отырмын ғой, үлкен жеңіс сәбиді құшағына алғаннан кейін. Ол қалай бұл жеңіске жеткен, эко ма, эко емес па? Әрине ұмытатындай жағдай ғой. Бала өсіп жатыр, айырмашылығы болмайды да, табиғи жолмен көтергеннің немесе эко арқылы туылған сәбидің ешқандай айырмашылығы болмайды. Ақылды болып өседі ондай балалар. Былтыр 25 жылдығымызды тойладық. 25 жастағы ең алғашқы Алиса Шин деген, ол өзі табиғи жолмен туды ғой. Осыдан 2 жыл бұрын, 2-3 жасқа толады биыл. Сол өзі келіп, интервью беріп жатыр. Ешқандай айырмашылығым жоқ менің. Эко арқылы туылсам да, өзім табиғи жолмен көтеріп тудым баламды. Мен де тура сіздер сияқты, мен де адаммын, мен де сондай білім алды, мен де солай жүрем деген сияқты. Себебі көбісінің қоятын сұрағы, экодан туылған баланың болашағы бар ма? Үрей пайда болады, қорқыныш сезім пайда болады, әйелі келісіп отырса, күйеуі келіспей отырады, ол да бедеу болып қалады ертең. Ол баланы кім кепіл береді осындай дені сау болатынына? Оны ертең эко жасағаннан кейін бедеу болып арғатай ұрпағы болмай қала ма? Ондай болғанша одан да болмай-ақ қойсын деп те мысалы айтып жатады, Жоқ, ондай қауесет қой бұның бәрі. Дін жағынан да қолдамайтындар болады, мысалы. Жоқ, ол дін жағынан біз эко жасай алмаймыз деп толығынан тексеретін болсақ, орыстардың діні жағы болсын, христиан дейміз, немесе мұсылман жағынан болсын, ондай жасауға болмайды эко дейтін, ондай заңды түрде әлі эко саласы ашылғанда екі жақтан да рұқсат алынған. Біздің мұсылман діні бойынша, христиан діні бойынша бәрі сәйке заңды түрде эко жасауға болады деп 1978 жылдары Луиза Браун дүниеге келді, анау Англия елінде. Ол 2 сәбиін өзі табиғи жолмен көтерді. Дүние жүзі бойынша алғашқы сәби. Әрі қарай Ресей, Франция болсын, Европа болсын, барлық жерде ол бедеу болып қалған жоқ ондай балалар. Соны біз дәлелдеп келіп, көрсетіп, дін жағынан рұқсат алынған. Енді дінде жүрген жерде экоға келеді ғой? Келмейді емес. Бедеулік деген ол байсың ба, кедейсің ба, мұсылмансың ба, христиансың ба, қарамайды. Ол бедеулік, Африкада да бедеулік бар, Қазақстанда да, ол Америкада да, барлық жерде. Мысалы, богатые тоже плачут дейді, тура солай. Ол қанша қаражат бар болғанмен бала сүймеуіңіз де мүмкін. Мысалы, бүйрек ақауы, жүрек ақауы, немесе ісік ауру сияқты ондай ауру емес. Бізге келіп жатқан пациенттердің бәрі дені сау. Аяқ
аяқ-қолдары бүтін. Тек қана бедеулік диагнозы ол қайтарымды дүние. Тек қана емдеп барып, осы бедеуліктің себебін анықтап, емдесе өздері көтеріп кетеді. Сәбилі болуға болатын ісік сияқты қорқынышты ауру емес. Сондықтан емделушілерге айтарым бір сондай кеңес, үміттерін артып келу керек. Міне сәбилі боламын, ана боламын. Олар өздерінің мақсаттарына жетеді, армандары орындалады. Жалпы бедеулік пен белсіздік дегенде кімді кінәларымызды білмей дал болып жатамыз. Әйел ме, еркек пе? Ерлі зайыптылар арасында да қаншама келеңсіздіктер туындап, қаншама отбасы ажырасып кетіп жатыр. Бұл мәселені бірлесе отырып шешімін табуға, түйінін шешуге тырыспаймыз. Ал көбіне бұл тақырыпта әйелдер сабырлық танытып, емделуге құлшынып тұрса, ер азаматтар әлсіздік танытып жатады екен. Уролог-андролог Ерік Қайыпбергенұлының әңгімесіне құлақ түрсек. Біздің ер азаматтарымыз үшін өзіне қойылған диагноз өте ауыр тиеді. Әсіресе жаңағы айтып өткен азооспермия деген диагноз. Ол осы бедеуліктің ер азаматтардың арасындағы ең ауыр диагноздардың бірі. Әр ситуациядан шығатын жол бар. Дұрыс қойылған диагноз болса, оның емі әрқашан табылады. Мынау ер азамат кішкене нәзік болады, әйел адамдарға қарағанда шыдамдылықтары төмен болады. Сол кезде ер азаматтарымыз ештемеге қарамай, оған сенгісі келмей, барлығын тастап, ол тексерілуге де келмей қояды, емделуге де келмей қояды. Сондай жағдайлар көп болады. Бірақ жарты жыл өте ме, бір жыл өте ме, ер азамат ол өзінің семьясын асырап жатқаннан кейін олар ойланып келеді бәрібір. Сонымен келгеннен кейін асықпай отырып, сөйлесіп, психологиялық тұрғыдан көмек беріп, қандай шешімдері бар, барлығын көрсетіп, жолдарын айтып, және де сол әдістерге біз дайындаламыз. Осы азооспермия кездегі қазіргі таңда біздің клиникада жасалып жатқан үлкен операцияның бірі ол микротеза. Аталық бездің ішінен сперматозоидтарды табу. 1 штук шыға ма, 10 штук шыға ма, сол операция барысында белгілі болады. Сол табылған ұрықты жасанды ұрықтандыру арқылы біз жүктілік алып жатырмыз. Содан туылған балалар бар осы кезге дейін. Ол енді приговор емес, Алла қаласа қолымыздан келіп жатыр, істеп жатырмыз, көмек беруге болады. Және де басқа да диагноздар өте көп. Осы бедеулікке алып келіп тұрған себепші диагноздар. Соны егер уақытылы анықталса, бұл мәселені де шешуге болады. Бала даму барысында туылған кезде міндетті түрде хирургтар ұма ағзасында аталық бездері бар жоғын анықтау керек. Егер жоқ болса, ол кейбір кезде ұмаға түспей қалатын жағдай болады. Крипторхизм деп диагноз қойылады. Соны 3 жасқа дейін ертерек операциясын жасап, отасын жасап, орнына келтіру керек. Және де мүшенің өзінде ақаулар болады. Үрпі дейді ғой. Ұрық шығатын жолдың үрпінің шығуы ол басында болмай, соған жетпей. Омадан шығуы мүмкін, стволынан шығуы мүмкін, ер азаматтардың мүшесін. Сол мәселен барлығын ертерек 3 жасқа дейін операция от арқылы қалпына келтіру керек. Сосын бала өсе келе, балалық шақтан жігіттік шаққа өтетін кезең болады. Гормональный баланс орын алады. Ұл балаларда дауысы өзгере бастайды. Сондай уақытта екіншілік жыныстық белгілер пайда бола бастайды. Сол уақытта міндетті түрде баланы ауыртпауға тырысу керек. Грипп болсын, простуда болсын, тұмау болсын, осы аурулардан ауырған жағдайдың өзінде толық емделуге тырысу керек, дәрігерге барып. Енді дамып келетқан бізде аталық без болғандықтан осы периодта ол бірінші удар аталық безге тиеді. Сол кезде ұрықтың пісіп жетілуі, дамуы артта қалып қалуы мүмкін. Соны міндетті түрде бақылау керек, әкелері бақылау керек. Өйткені балалар уже 7-8 жастан кейін аналарына ол ештеме айтпайды. Әкелері бақылау керек барлығын. Бізде подростковый врачтар бар. Педиатрдан өтіп, подростковый врачқа өткен кезде, дәрігерлерге өткенде міндетті түрде бір осмотр өткізу керек. Урологы бар, хирургы бар, травматологы бар, және подростковый врач. Егер барлығынан уақытымен өтіп отырса, ертең баланың дамуында ешқандай ақау болмайды. Және қазір бізде балаларымызға барлығына рұқсат береміз. Жылдам тамақтар, фастфуд дейміз, чипсылар, басқа колалар, газированный напитоктар дейді. Солардың барлығы бізде артық салмақ қалып келіп жатыр. Кішкентай балаларды қарасақ, артық салмағы көп семіз балалар. Соларда міндетті түрде эндокринный бұзылыстар болуы мүмкін. Соған көп көңіл бөлу керек ата-аналары. Сосын өсіп келеткен кезде спортқа береміз балаларымызды. Сол моменттерде травмалардан сақ болу керек.
қалауын тапсаң мүмкіндік мол, бала болашағың өмірің. Олай болса, сөз төркінін жас ата-аналарға бұратын болсақ, балаларды бедеу болмау үшін тәрбиесіне, киім киісіне аса мән беруі керек. Жас кезден аяққа суық тигізіп, не болмаса инфекция жұқтырып, шалыс басып, түсік жасатып, салауатты өмір сүрмеу, уақытында үйленбеу, уақытында балалы болмау, мұның барлығы бедеулікке алып келеді. Оған ата-аналары баса мән беріп, қадағалап отыру қажет. Сонымен қатар бедеулік емделетін ауру ғой деп жеңіл-желпі қарамау керек. Егер уақытында емделмесең, бәрі кеш болады. Ұлттық сапа мен сананы ұрпақ өсіруге мән беру өзгерген қоғамның басты қағидаларының бірі. Елімізде амандық болсын, қазағымыз көбейсін. Уақыт мәнберін дайындаған Гүлмира Әділханқызы, Ақзер Әбдірейімова әуе толқынында жүздескенше.